қызығушылық айтарлықтай емес, тапсырмаларды орындауға, сұрақтарға жауап беруде асықпайды, жеңіл тапсырмаларды орындайды деп. Осылай әр оқушыға талдау жасалып, мынау Б оқушы енді бір-екеуіне ғана тоқталып өтейін. Мысалы, Д оқушыны айтайық. Бағдарламаға сай тапсырмаларды орындай алады, кейде көмек қажет етеді. Пәнге деген қызығушылығы жоқ, түсінбейді, түсінгісі де келмейді, тапсырмаларды орындауға қиналады. Д оқушы сабақта көп алаңдайды, ескерту жасаған ұнатпайды, үйге берген тапсырмаларды үйден орындамайды, көшіріп алады, өздігінен орындағысы келмейді. Енді Ф оқушыны айтайық. Сабаққа жүйелі қатыспайды, ынтасы орташа, кейде есеп шығарып тексерсе, кейде қалыс қалады. Пәнді түсінбейді, қызықпайды, сабақ процесіне де белсенді қатыспайды. Ағылшын тілінде қарапайым сөйлемді құра алмайды, зейін қойып тыңдай алмайды, көршісінен немесе сыныптасынан көшіріп орындауға дағдыланған. Ф оқушы ашық мінезді, шамасы келгенше тапсырмасын орындайды, жалпылама қойылған сұрақтарға жауап береді, бірақ өздігінен жазба есеп тапсырмаларды орындауға шамасы келмейді. 9 сабақтан 3-ке шыққан оқушыларымыздың бірі. Ж оқушы сондай сабаққа ынтасы жоқ. Енді білесіздер, lesson study бірнеше циклдардан тұрады. Бұл ең қиындау lesson study'лар болды. Себебі біз бұрын тек қай пәннен 3-ке шықты, сол 3 пән ба, 4 пән ба, сонымен ғана 4 циклден бітіретін едік. Енді биылғы lesson фокустық құрамдағы мұғалімдердің ұсынысына байланысты барлық сабақ берілетін пәндерде сабақ өткізілді. Бір жағынан дұрыс болды, себебі бұрын кім нақты бағасын қояды, сол lesson study'ға қатысып артық жұмыс жасайтын еді. Артық 4-ке 5-ке шығарған адам ол жұмыстан қалыс қалатын еді. Биылғы lesson study'ның ерекшелігі сол болды. Барлық пән мұғалімі сабақ берді. Мына жерде кейде барлық мұғалім негізі lesson study'ның бір жақсы жері, мысалы, мен ашық сабақ беретін болсам, жай басқа ашық сабақ беретін болсам, менің сабағыма кірген адам мені талдайды ғой енді, сындарымды көреді. Ал lesson study'ның бір жақсы жері, оған мысалы қатысқанда ұтатындарыңыз, сіз фокус топ болып жоспарлайсыздар да, сосын сізге минус айтылмайды. Сабақ сізге деген мұғалім тарапынан минус айтылмайды. Себебі ол топтың нәтижесі. Мына жерде апа екеуміз талқылап отырмыз. Бұл жерде басқа топ мүшелерінің несі болмай қалып, уақыты болмай қалып. Мына жерде енді апайдың сабағынан кейін жақсы талқыланып, барлығымыз бірден сабақтан кейін сол сабақты талдаймыз, келесі сабақты жоспарлаймыз. Осындай жұмыстар өткізілді. Мына жерде Шолпан апайдың сабағынан кейін талдау жасап жатыр, сол кабинетте. Енді осындай суреттер көп, өздеріңіздің жақына салынды, жариялық есебінде өтіп жатырған сабақтар. Енді қандай жұмыстар не істелді, жоспарланды. Тренинг жоспарланып еді, бұның мақсаты не болды? Балаларда андай білімге деген құштарлықты ашу, мықты білім арқылы нәтижеге, жетістікке жеткен адамдарды насихаттау барысында тренинг өткізуге жоспар істегенбіз. Енді оны өткізе алмай қалып, осы тоқсанда өткізеді деген үміттеміз. Білімді адамды брендке айналдыруда, баланың ішкі отын жағу ма. Одан кейін сабақтар химия, алгебра, орыс тілі мен әдебиеті, физика, Қазақстан тарихы, геометрия, ағылшын тілі барлығы өтті. Информатика, қазақ тілі, дүниежүзі тарихы өтпей қалды. Ол кезде онлайн болды ма, бір себептер болды. Сосын биология өтті, география өтпей қалды. Аптасына бір-ақ рет болатын сабақ. 2 рет жоспарлаған кезде басқа lesson study сабағымен сәйкес келіп қалды. Басқа күнде одан кейін ЖБТ басталып кетті. Енді мынау 2-ші тоқсандағы класстың картинасы. Қарап отырсаңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бала. Бұл жерде мана 7 бала болса, 7 баладан 6 балаға азайған жоқ, 7 баладан 5 балаға азайып еді, бір басқа бала қосылып кетті. Біздер оқушы мен Д оқушыда екпінділер қатарына қосылды. Мысалы, 7-ші сынып 2-ші тоқсан қарасаңыздар, мына жерде 7-ші сыныптың 2-ші тоқсанда былтыр А, Б оқушыларда 3 болмаған, С оқушы бар, Д оқушыда да 3 болмаған, С, Ф, Ж оқушыда болған 2, 9, 6. Кеткен оқушыларда болған 31, 17-сі қазір отырған балаларда. Енді биылғы 2-ші тоқсанды қараса, А оқушы қосылған жоқ, алып тастадым, Б оқушы бар, С бар, Д оқушыны алып тастадық. Е, Ф, Ж оқушылардан 3, барлығы 27, 3-дің саны көбейді. Бала жағы сапа, бірақ сапада 5% өзгеріс болды. 2 бала қосылды. Зерттеуде оқушылардың 1-ші және 2-ші тоқсандағы үлгерімдерінде сапада өзгеріс. Мына жерде көк 1-ші тоқсан, А оқушы 2-ші тоқсанда 4-ке шықты. Геометрия 1-ші тоқсан бұл баға шыққан жоқ. 2-ші тоқсан, яғни бұл бала екпінді болды. Бұл оқушы бұл да түсу көрініп тұр. 1-ші тоқсанда 4 болса, қазақ әдебиетінен 2-ші тоқсанда 3-ке шықты. Қазақстан тарихынан да солай. Ал химиядан 1-ші тоқсанда да 2-ші тоқсанда да 3 болды. С оқушыда түгел 3, өзгеріс жоқ.
Геометрияда жаңадан биыл осы тоқсанда баға шықты 3. Мына оқушыда Д екпіндер қатарына қосылды. 2 сабақ еді, ол екеуде 4 болды. Енді И оқушыда мына бірінші алгебра пәнінде, геометрия пәнінде өзгеше, химиядан 4-ке көтерілді. F оқушы көріп тұрса, неше пән? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 пән. Бұл жерде тек бір пәннен көтерілді, ағылшыннан 4-ке шықты, қалған пәндерді 4-ке шықтырған пәндерінен де осы тоқсанда 3-ке шықты. G оқушы. Бұнда да сондай біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегізеу. Мен әлсіз тұстарын түсіндіре алды, түсіне алды. Оқушыларға оң жағынан қозғалыс көп болды. Жаратылыстану барысындағы сабақтар тәжірибе өткізу арқылы оқушылар белсене қатысты. Зерттеу